адамдар ойлайды да, әйел адамдар әсіресе маған мынандай сұрақ қояды. Мақпал ханым, көп ақша табу үшін мен мужская энергиядан арылып, женский жолмен, нәзіктікпен ақша тапсам деген сұрақты қояды. Мен осы сұраққа жауап бергім келеді. Жалпы әрбір адамның бойында есть мужская энергия, есть женская энергия. Мужская энергия деген біздің достигательствомыз, біздің шекарамыз. Жалпы егер психологияны осы мужской, женский энергия жағынан бөліп қарайтын болсаңыз, ол сіздің қаттылығыңыз, твердылығыңыз, өзіңіздің шешіміңізде тұратындығыңыз, ішкі бір нығарлығыңыз, оның барлығы мужская энергия. Женская энергия деген сіздің нәзіктігіңіз, сіздің өмірге құштарлығыңыз, махаббатыңыз, мейіріміңіз, осының барлығы женская энергия. Кстати, мужская энергия деген жауапкершілігіңізде мужская энергия болып табылады. Мысалға сіз, егер мысалға мен ана ретінде қарайтын болсам, аналық махаббаттың өзі мужская энергия. Өйткені сен балаларыңа жауапкершілікпен қарауың керек. Енді көп әйелдер ойлайды, Мақпал апай, онда мен тек қана женская энергияда болып ақша тапсам деген. Жаным сол, это невозможно. Ақша табу үшін мен өзімнің жауапкершілігімді, достигательствомды, твердый характерімді, яғни қайсарлығымды, қаталдығымды где-то пайдаланам. Ал өмірде балаларыммен, мысалға сүйіктіммен тек қана женская энергия. Бұл моментінде қайсысын қайда пайдалану керектігін білу. Сен егер мына мужской жағыңды полностью алып тастайтын болсаң, жаным, көбелек, құс, аспан, ғажап, махаббат, мейірімде тұрған кезде ақша таба алмайсың. Барлығын өзінің уақытында ретімен жұмсай алу. Қай жерде қаттылық керек, қай жерде жауапкершілік керек, қай жерде бір шешімдік керек екенін біліп отыру. Сондықтан ақша мужской энергия мен женский энергияны араластыра алуда келеді. Түсінікті ме?